Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз жолдасымның ауылына барғым келмейді деген тақырыпты айтатын боламыз. Видео ұнаса тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Басымнан өткен оқиғадан сіздерге сыр шерткім келіп отыр. Тұрмысқа шыққан әйелмін. Жолдасыммен әлеуметтік желі арқылы, нақтырақ айтқанда Инстаграм арқылы танысқанбыз. Мен сол уақытта Шымкентте, ол Алматыда тұратын еді. Негізі ол да Шымкенттің тумасы, бірақ Алматыда жұмыс істейтін. Екеуміздің таныстығымыз басталғаннан-ақ жылы лебіздерін білдіріп, жүрегімді жаулап алуға тырысты. Күн сайын болмаса да жиі-жиі гүл жіберіп, кішігірім болса да сыйлықсыз қалдырмайтын. Екеуміз екі қалада тұрсақ та ара қашықтығымыз білінбейтін. Өмірімде мұндай жылы сөздерді естімеген мен махаббаттан басым айналып, аспанда қалықтап ұшып жүрген едім. Тіпті ол Алматыда болса да мен үшін арнайы Шымқалаға келіп, жай сені сағындым, көріп кетейін деп іздеп келдім дейтін. Солай махаббатымыз аулап ертегі әлемінде жүргендей болдық. Алғашқы махаббатымсың, сені жоғалтып алғым келмейді деп уақытты созып жүре бермей үйленгісі келетінін білдірді. Сол кезде біздің қарым-қатынас құрғанымызға небәрі 3 ай ғана болған еді. Сол 3 айдың ішінде махаббатым менің жүрегімнен толықтай орын алып үлгерді. Көп ойламастан тұрмысқа шығуға келісімімді бердім. Соншама жұрттың алдында сөз салып, қолыма сақинасын салды. Бірақ кейін мен өзімнің әлі де келін болуға дайын еместігімді түсіндім. Оңаша қалғанда жүре тұрайық, бір-бірімізді толық танайық деп өтініш айттым. Ол да келісті, бірақ көп ұзаған жоқ. Bir күні маған ескертпестен алып қашып кетті. Келісімін алдым, болды деген шығар. Мен де сезімім болған соң көндім. Бастапқыда барлығы жақсы болатын. Барынша жақсы келін болуға тырысып бақтым. Күйеуім ата-анасының ең сүйікті баласы, үйдің кенжесі. Алдында 2 ағасы, 2 әпкесі бар. Оны ата-анасы ғана емес, аға-әпкелері де еркелететін. Күйеуімнің оларға еркелегені басында маған бір түрлі көрінсе де, кейін ойландым. Олар күйеуімді жақсы көріп еркелетсе, мені де дәл солай жақсы көреді, еркелетеді деп күттім. Басында күйеуімнің анасының сөзін жерге тастамай, әр сөзін екі еткізбей орындайтынына қызығатын едім. Өйткені анасын сыйлаған ер адам әйелін де сыйлайды ғой деген ой болған менде. Bir жағынан анасы ұлын жақсы көрсе, ұлының таңдауын да құрметтейді, жақын көреді деп қуанған едім, бірақ қателесіппін. Енем мен сол үйге келін болып барған соң 1 айдан кейін-ақ бар өнерін көрсете бастады. Ең бірінші рет той көйлегін таңдаған кезімде мінезін көрсетті. Сол кезде алғаш рет тұрмыс құрғаныма өкініп кеттім, яғни асығыстық жасағаныма. Басында негізі ауылға келін болғым келмейтінін түсінетінмін. Өзім ауылда туып өскен, ауылдан шыққан қыз болсам да, шалғайда жатқан, жарығы, газы жоқ ауылға бармас едім. Егер аудан орталығында тұрса мүмкін, үйдің кенжесі немесе жалғыз ұл болса, ата-енеммен тұру керек қой. Егер маңдайыма ауылға келін болып жазылса, келіндік міндетімді қолымнан келгенше атқарар едім. Таңдау болса қалада тұрар едім. Мен ауылда туып өстім. Сол себептен ауыл өмірі маған жақсы таныс. Кейбір адамдарға ауыл дегенде бірден қорадағы мал, шөп, кең дала елестейді ғой. Ауылдың түрі бар. Нағыз мәдени ортаға айналған. Дамыған ауылдар өте көп. Шынымды айтсам, сиыр сауып, құрт жайып, су тасып жүремін деп айта алмаймын. Маған ауылдағы келіндік өмір тапжаңдап отбасыма шай беріп отырғанымен елестеді. Бірақ алғашқы жылдары ауылда тұрғым келмеді. Ата-енеміз үйреніп, бауыр басып, туысқандарымен жиі көрісіп, үлкен кісілердің батасын алған жақсы ғой. Келінің жақсы болса, Алланың берген сыйы дегенді жиі естимін. Меніңше, ауылға түскен келіндерге байланысты айтылған. Қыз күнімде осындай ойларды жиі айтатынмын, бірақ өмір біз ойлағандай бола бермейді екен. Өзім ауылда өскен қыз болсам да, ауылдың қиын тұрмыс тіршілігіне шыдай алмадым. Бәлкім оған да төзер ме едім, мен күйеуімнен де, енемнен де қолдау көре алмадым. Жалпы алғанда отбасының әрбір мүшесі үшін бөтен адам болып қала бердім. Жаныма батқанда осы. Балалы болмадым. Оған да барлығы мені кінәлады. Өзімнің құқығымды қорғай алмадым. Сөйтіп күйеуімді көндіріп, бөлек шығуға тырыстым. Бірақ ол анасының баласы емес пе? Менің айтқаныма көнбеді. Қанша жерден жақсы көріп тұрсам да ажырасуға шешім қабылдадым.
солай жолымыз екіге айырылдық. Амал жоқ. Содан кейін қатты күйзеліске түстім. Өз-өзіме келу үшін біраз уақыт кетті. Жалғыз жүріп 8 жылдан соң екінші рет тұрмысқа шықтым. Әрине өзіммен тағдырлас жігіт ағасы, онымен арамызда керемет махаббат болды деп айта алмаймын. Тек қана біз бір-бірімізге қажет болдық. Солай бас қостық. Бірақ қазір аузы күйген үрлеп ішеді дегендей, күйеуімнің ауылына баруға, келіндік қызметімді атқаруға қорқақтаймын. Қазіргі күйеуім де бір үйдің кенжесі. Сондықтан алдыңғы өмірім қайталанатын сияқты қорқыныш бар. Осы қорқынышымды қалай жеңсем болады? Келесі видеомда жолыққанша аман сау болыңыздар.